Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 31-ші сабағы. Дауыссыз н мен ң тақырыбы. 53-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Кім немен ойнайды? Теңізші болатын бала бұлақпен ойнайды. Шопан болатын бала қозы-лақпен ойнайды. Жарықты жағатын бала шырақпен ойнайды. Диқан болатын бала топырақпен ойнайды. Ғалым болатын бала кітаппен ойнайды. Өлеңнің авторы Мәриям Хакімжанова. Енді балалар осы өлеңге қатысты төмендегі тапсырмаларды бірге орындайық. Өлең мазмұны бойынша сұрақтарды толықтыр. Бұлақпен кім ойнайды? Қозы-лақпен кім ойнайды? Шырақпен кім ойнайды? Топырақпен кім ойнайды? Кітаппен кім ойнайды? Осылай балалар, өлең мазмұны бойынша сұрақтарды толықтырып жазамыз. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Н және ң дыбыстарын өзара салыстыр. Өлеңде қарамен жазылған сөздер теңізші, шопан, диқан сөздері. Н және ң дыбыстарының айтылуы екі түрлі болып естіледі. 54-ші жаттығу. Сөйлемді көшіріп жаз. Жеріміз кең, кені де мол. Қарамен жазылған сөздердегі н мен ң дыбыстарын жеке айтып, олардың айтылу ерекшеліктерін байқа. Бұл сөздердің мағынасын түсіндір. Сөйлемдегі қарамен жазылған сөздер кең, кені сөздері. Кең деген үлкен мағынаны білдіреді, кен деген жерасты байлық мағынасын білдіреді. Келесі 55-ші жаттығу. Жаңылтпашты оқып, жаттап ал. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар, әдемі өңшең. Балалар жаңылтпашты оқып, жаттап алыңдар. Сенсең, енсең, өңшең сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Сенсең деген сену мағынасын білдіреді. Енсең сөзі ену, кіру деген мағынаны білдіреді. Өңшең сөзі біркелкі, бірдей деген мағынаны білдіреді. Келесі 56-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына н, ң әріптерінің тиістісін қойып көшіріп жаз. Ел жайлауға қонды, малдары қоңды. Айтамын шын, бұл шың. Балалар тоңды, киді, тонды. Осылайша балалар көп нүктенің орнына тиісті н, ң әріптерін қойып көшіріп жазып аламыз. Шығармашылық үзіліс. 57-ші жаттығу. Дөңгелек сөзінен бірнеше сөз ойлап шығар. Балалар дөңгелек сөзінен дөң, өң, ел, елек, лек, кең, ең сөздерін ойлап шығаруға болады. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағын аса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.